ауруханаға бір ер адамды алып келді. Дәрігерден оның бас сүйегіне рентген жасауын сұрады. Бұл оған таңқаларлық көрінді. Өйткені ер адамның қолында тістеу жарасы болды. Медбике Анна науқасты табуға тырысты, бірақ оны жансақтау бөліміне жатқызғаны белгілі болды. Аурухана кенеттен жаңа пациенттермен тез тола бастады. Кешке теледидардан шұғыл ескерту жасалды, бірақ Анна оған мән бермеді. Таңертең олардың үйіне жұқтырылған көрші басып кірді. Күйеуі Луис қызға көмектеспек болды, бірақ бұл үлкен қателік еді. Қыз зомби болып шықты да ер адамға шабуыл жасады. Әйелі көмектесуге ұмтылды, бірақ кеш. Зомбиге айналған күйеуі ол жедел жәрдем шақырып жатқанда шабуылдады. Анна амалын тауып, кілттерді алып терезеден қашып кетті. Қала хаосқа оранған. Зомбилер тым көп, ал алыстан әскерилер індетті тоқтатуға тырысып жатты. Анна көлікке отырып кетуге асықты. Бір қыз оған жүгіріп келіп ішке кіргізуді өтінді, бірақ Анна тәуекелге барғысы келмеді. Билік тұрғындарға көшеге шықпауға және көмек сұрамауға кеңес берді. Енді ешбір жер қауіпсіз емес. Осы кезде бір ер адам Аннаның көлігін тартып алмақ болды. Анна газды басуға мәжбүр болып, көлікті басқара алмай апатқа ұшырады. Мұндай жағдай тек ақш-та ғана емес, бүкіл әлемде белгісіз вирус таралып, адамдарды қанқұмар зомбиге айналдырды. Оны қалай тоқтатуға болатынын ешкім білмейді, ал адамдардың аман қалуы екіталай. Анна есін жиғанда кейін есімді полицейді көрді. Ол Аннаның тірі екеніне көз жеткізіп, оны өз тобына қосылуға шақырды. Біраз уақыттан кейін олар тағы 3 тірі қалған адамды тапты. Олар қаладан кетуге тырысты, бірақ барлық жолдар зомбилерге толы болды. Топ сауда орталығында жасырынуға шешім қабылдады, бірақ есіктер жабық еді. Зомбилер жақындап қалды, сондықтан кенет құлыпты атып сындырып ішке енеді. Мұнда әлі зомбилер кіріп үлгермеген екен. Тек бірнеше зомбилер ғана бар, бұрын осы жердің күзетшісі болған. Біреуі жүкті Люданы тістеп алды. Кенет қызды құтқаруға тырысты, бірақ мылтықпен бірге құлап қалды. Бақытына орай Люда тез әрекет етіп қаруды алып, зомбиді өзі өлтірді. Олар жоғарғы қабатқа көтерілді. Онда жергілікті күзетшілер оларды қарсы алды. Олар қаруды тастауды талап етті, сонда ғана кіргізетіндерін айтып. Теледидардан зомбилерді тоқтатудың жалғыз жолы олардың миын жою екенін хабарлады. Әскерилер адамдарды өздерінің әскери базасына шақырып, онда қауіпсіз екенін хабарлады. Бұл жаңалық Кеннетті қуантты, өйткені оның бауыры сол жерде қызмет ететін. Бірақ Люда үшін жағдай нашарлай түсті. Андреа оның қолын қарап, жарасын көрді. Ол әйелінің өлгенін қаламайды. Михаил шатырға САС деп жазуды ұсынды, сонда құтқарушылар оларды көре алады. Күзетшілер орталықты зомбилерден тазалап, САС белгісін аяқтаған сәтте. Олар тағы бір тірі қалған адамды, Энди есімді мергенді көрді. Ол аспанда әскери тікұшақтың ұшып бара жатқанын көрсетті. Бірақ тікұшақ оларды байқамады. Күзетшілер тәуекелге барғысы келмей, жаңа келгендерді дүкендерге қамап тастады. Өйткені олардың арасында тістелгендер болуы мүмкін. Кеннет уақыт жоғалтқысы келмеді. Оның жалғыз мақсаты бауырын табу. Келесі күні барлық байланыс үзіліп қалды. Күзетші терри камераларды қарап отырып, оларға қарай келе жатқан көлікті байқады. Күзет бастығы Си-Джей сауда орталығына жаңа адамдарды кіргізгісі келмеді, бірақ Эри бұған қарсы шықты. Майкл Скайнет жағдайды пайдаланып қаруды тартып алды. Қыздар жүргізушіге көлігін қайда қою керектігін көрсетті. Ер адамдар шатырға шығып, баспалдақ арқылы сауда орталығына кірді. Олардың ішінде хал үстінде жатқан бір әйел бар еді. Анна дәрігер болғандықтан бәрін қарап шығуды сұрады. Кеннет кетуге дайындалды, бірақ Стив оны тоқтатты. Олар арнайы әскери базадан келген екен. Сөйтсе зомбилер ол жерді де басып алған екен. Кеннет Андреаға әскери көмектің енді жоқ екенін айтты. Бір әйел қайтыс болды, олар оған мән бермеді, ол қайта тірілмейтін шығар енді деп. Бірақ күтпеген жерден әлгі әйел қайта тіріліп, оларға шабуыл жасады. Анна оны өлтіріп, топтағыларға тістелгендерді оқшаулау керектігін түсіндірді. Майкл Фрэнкті өлтіруді ұсынды, өйткені ол да жақында құбыжыққа айналмақ. Николь әкесімен қоштасты, содан кейін Кеннет дүкенге кірді. Фрэнк әлсіз еді, демек Аннаның айтқаны рас болып шықты. Бірнеше күн тыныштық орнады. Тірі қалғандарға ештеңе қауіп төндірмеді, бірақ зомбилердің саны күн сайын арта берді. Тыныштық кенеттен жарықтың өшуімен бұзылды. Топ не болғанын білу үшін жолға шықты да жерде қанды іздерді көрді. Кенет бұрыштан бір ит жүгіріп шықты. Күзетшілердің бірі мұнда ешкім жоқ деп ойлаған еді. Бірақ оған зомби шабуыл жасап бәрін шошытты. Шақырылмаған қонақтарға тағы бірнеше зомби ұмтылып, ал қалғандары қашып құтылуға мәжбүр болды. Зомбилер оларды темір торлы қақпаның артына қамады. Алайда олар қоршауды оңай бұзып өтті. Осы кезде Майкл бензин төгіп, от жағып, зомбилерді тоқтатуға тырысты.
Дәл сол уақытта Люда қайтыс болды, бірақ сәбиі аман қалды. Норма сауда орталығында жүріп, Люданың зомбиға айналғанын көрді. Оның жанында Андре баланы құшақтап тұрды. Норма зомбиді жойды, бірақ ашуға булыққан Андре қарумен жауап қайтарды. Оқ екеуіне де тиіп, екеуі де мерт болды. Қорқыныштысы, Люданың ішінен шыққан балада зомбиге айналып үлгеріпті. Олар бұл жерде ұзақ қалуға болмайтынын түсінді. Олар бұл жерден кетуі керек. Майкл автотұрақта екі көлік көргенін есіне түсірді. Ол оларды нығайтып дөңгелекті бекініс жасауға ұсыныс жасады. Ал Стив қалжыңдап қайықпен аралға баруды ұсынды. Бірақ бұл идея бәріне ұнады. Олар аралдан қауіпсіз орын табуға болатынына сенді. Келесі бірнеше күнде топ көліктерді нығайтып, оқ-дәрілерін санады. Олар өздеріне Эндидің көмегі керегенін түсінді. Олар жоспарларын түсіндіріп жатқанда, Эндидің қатты арықтап кеткенін байқады. Оны тамақтандырмаса аман қалмайтынын түсінді. Олар бұған дейін тапқан итті оған жіберуді шешті. Жоспары жартылай сәтті болды. Ит Эндиге жетті. Бірақ зомбилер де ішке кіріп, оны тістеп алды. Николь итті онда қалдырғысы келмей, оны құтқаруға аттанды. Қалғандары оны құтқару үшін барлық қаруларын алып көмектесуге асықты. Дүкеннен шығудың жалғыз жолы кәріз жүйесі арқылы өту еді. Кенет Никольге шабуыл жасамақ болған Энди зомбиді атып өлтірді. Дүкеннің шыға берісінде көптеген зомбилер жиналып қалған еді. Си-Джей пропан баллонын лақтырып, олардың жолын ашты. Соңғы болып Такер секірді, бірақ аяғын сындырып алды. Си-Джей оған қаруын беріп құтқармақ болды. Бірақ зомбилер тым көп еді. Такер азаптанбас үшін Си-Джей оны атып өлтірді. Тірі қалғандар өз заттарын жинап, зомбилерден қашуға әрекеттенді. Оларға бензопилалар көмектесті. Фен көліктің артында бір зомби тығылып тұрғанын айтты. Оны лақтырып тастамақ болған кезде көлік кенеттен бұрылып кетті. Глен қыздың үстіне құлап, көліктері аударылып қалды. Стив топтан бөлініп кетті, бірақ көлікте жасырынған зомби оны өлтірді. Қалғандары Стивтен кілтті алу үшін автобусты тоқтатуға мәжбүр болды. Ақырында олар айлаққа жетті, бірақ Си-Джей көліктен шыға алмай, азапталмас үшін газ баллонды жарып жібереді. Сөйтсе, осы арпалыс кезінде Майкл де зомбиге тістелген екен. Ол өзінің бәрібір зомбиге айналып кететінін түсініп, қайықты итеріп жіберіп, өзін құрбан етті. Фильм соңында тірі қалғандар аралға жетеді, бірақ ол жердің де қауіпсіз емес екені анықталды. Сөйтсе, аралда зомбиге толы екен. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.